Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Гүлдина. Бүгін сіздерге өте дәмді қаймақтан жасалатын десерт ұсынамын. Жегенде өте дәмді, әрі тез дайындалады. Дайындауға бізге қажетті заттар: банан, сүт, қант, қаймақ, қайнатылған сгущенка және желатин. Сүтімізге желатинді салып, бұқтырып қоямыз. Сонан соң бананымызды ұсақтап турап, блендердің көмегімен жақсылап еземіз. Бананымызды жақсылап езіп алғаннан кейін үстіне қайнатылған сгущенкамызды саламыз. Онан соң қантымызды, онан кейін қаймақты саламыз. Сүтке бұқтырылған желатинімізді микроволновкаға, болмаса водяная баня дейміз ғой, соны үй жағдайында кастрөлге су құйып қайнатып алсақ болады. Соны үстіне құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Болған десертімізді ыдыстарымызға құйып, 2 сағатқа холодильникке жібереміз. Сонымен біздің десертіміз дайын. Бетін өзіңіздің қалауыңызбен әсемдеуге болады. Мен шоколадты үкіштен өткізіп, бетін әсемдедім.